Ассалаумағалейкум қандастар, қайырлы таң алмаздар, қырандар. Атағым алатаудай болып биік, тұрсам да төбем өсіп көкке тиіп, алдыңда әрқашанда тағзым етем тұрамын ұстазым деп, басым дейіп демекші барлығымыз да ұстаздардың алдында отырдық, қолымызға қалам ұстадық. Міне қазіргі таңда нағыз елім деп еміреніп жүрген, жерім деп тебіреніп жүрген, елінің жерінің жанашыры, әрбір қазақтың байда қуатты ғұмыр кешіп, мынау қамшының самындай қысқа өмірде мәнді, мағыналы ғұмыр кешуіне тілеулес боп, таң атқанынан тұрып, кеш батқанға дейін еңбек етіп жүрген Ахметбек ағай ұстазымыздың, оның шәкірттерінің қол астына түсіп, оқып, өніп, осы қамшының самындай қысқа өмірде байда қуатты ғұмыр кешіп, еліміздің дамуына титтей де болсын бір қадам басып, бір көмек істеу, ол біз үшін бір үлкен міндет деп ойлаймын. Бұл бізге берілген, Ахметбек ағай бізге берілген үлкен бақыт деп ойлаймын. Сол себепті құрметті қырандар, таңертең ерте тұрып, ағайдың айтқан, команданың айтқан бірге бір істеп, болашақ ұрпағымыздың, еліміздің сондай бір дамыған мемлекетте ғұмыр кешкенін қаласаңыздар, бүгіннен бастап тұрайық, әйтпесе ертең кеш болуы мүмкін. Қайырлы таң, тағы да қырандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын. Бар тілек ниеттеріңіз, басып жатқан қадамдарыңыздың барлығы орындалып, тек алда болайық, тек алда болайық, алда болайық.